Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Бүгін сіздерге осылай оюдың толық тігілу жолын көрсететін боламын. Бір тіккенде осы 4 ою шықты осылай. Ол үшін мен каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Онда жұмысымызды бастайық. Бүгін мен сіздерге ою жақсы үйрететін боламын. Маған осы екі түсті бұл керек, қоңыр түсті, сері түсті керек. Олар екеуін қиып дайындап алдым мен. Мынаның сырт размері, ұзындығы мен ені 58-54. Осылай мен екеуін қиып алдым, 58-54 етіп. Дәл сол паутина деген нәрсе жұқа. Бұл клей. Бұдан да 58-54 етіп қиып алдым. Бұны мына серіге жабысатын боламыз түске. Маған керегі осында ою. Бұл оюды сіз қайшымен қағазбен қиып алсаңыздар болады. Трафаретіңіз болса да. Маған керегі қайшы, ручка, сосын мынандай самоющий клей. Бұны оюдың бетіне жасатын боламыз. Енді жұмысымызды бастайық. Ең бірінші, мына қоңыр түсті мен 62-63 см қиып алдым. Бұл дайын, бұда да екеу қиып қойдым. Ең бірінші, мен мына матамды алып, клейімді, паутинамды, яғни үстіне қойып, паутинаны екеу қиып алдым мен. Екеу қиып алдым, бұны қазір үстіне клейтін боламыз, жабысатын боламыз. Бұның ортасынан қиып алам, қазір тура етіп. Біреуін қоя тұрамын. Тура үстін дәлдеп отырып, мынаған клейлеп алатын болам. Ол үшін мынаған самоющий клей керек. Бұның бір бетін алып тастайтын боламын. Мына жағы керек жоқ. Осы размерге дейін жетеді. Осы размерге дейін қиып алам. Осылай қиып алдым мен. Енді бұны тура дәлдеп отырып, клей жағын астына қаратамын да, осылай үтіктеп алатын боламын. Үтікке басып үтіктеп аламын. Дәлдеп отырып. Мынау шымен бастырып қоям. Мен осы үтікке басып аламын, үтіктеп аламын. Парын шығарып отырып үтіктейсіздер. Кейін жабысу керек. Бәр жерін асықпай отырып үтіктеп аласыздар. Жабыспай қалады. Өстіп екі буынды да үтіктеп аламын, үтікке салып. Жабыстырып алдым. Енді ақтын алып аламын.
Енді бұның үшін кептіріп аламын мен. Алып алдым осылай. Осы матамды кептіріп алдым. Енді тура ортасынан мен белгілеп аламын. Тура қақ ортасын белгілеп алдым. Енді оюымды үстіне тура ортасына қойып, ойды үстіне қойып, чет-четін мына бұрышта келтіріп отырмын. Чет-четін мына бұрыш пен мына бұрышқа келу керек. 4 четі бір-біріне келу керек. Келтіріп алдым. Мен сол жерді түйреп аламын инемен. Бәрін түйреп шығам. Түйреп алдым. Енді мен мақтаға ручкамен сызып алатын боламын. Мен сызғанымды қиып алатын болам. Мен чет-четін бәрін бұзбай бітіп ортасын ғана ақын екі бүктедім. Сол сызылып тұрған үстінен ақын бітіп қиып шығам. Содан ешқай жері білінбейді. Түп-түзу болып қиылады. Neyse қиып алдым. Дәл солай екіншісінде қиып алатын боламын. Ең бірінші бүктеп алып, тура сызылған жерді үстіне қиып аламын. Мен екеуін өзі қиып алдым. Енді екеуін бөліп аламын. Баға мен қиып алған бұлымды ені де 62-63 сантиметр ұзындығы. Бұның қақ ортасын тауып аламын, белгілеп отырып. Ол үшін матамды екі бүктеп мен тағы да ортасынан бүктеп, төртке бүктеп аламын.
төртке бүктеп алдым. Бүктеп алған жерді тура ортасынан белгілеп аламын. Белгілеп алдым. Тура солай екіншісінде алып бүктеп екіге, ортасын тағы да бір бүктеймін, төртке. Матамды төртке бүктедім. Енді соның қақ ортасын тауып аламын. Қақ ортасы осы жер. Осы аралықты белгілеп аламын. Белгілеп алдым. Енді бұған мен оюымды осы бұлға жабыстыратын боламын. Оюымды матаға жабыстырамын. Жабыстырған кезде екі шеті матаның төрт шетінде бұрышына келіп орналасу керек. Матаның бұрышына орналасу. Қақ ортасы тура осы ортаға келіп тұрады. Осылай. Дайындап аламын осылай. Осылай бүктеп, осылай келтіріп алдым. Енді бұны төрт шетінен матамды осылай инемен шаншып аламын. Төрт шетінен шаншып аламын. Şançıp aldım. Енді турадан қоя тұрамын. Тура осылай екіншісінде екінші матамды алып белгілеген жерімді тура ортасына қоямын былай. Бұлымды, оюымды төрт шетіне қойып аламын. Бұны да төрт шетінен осылай түйреуішпен түйреп аламын. Енді матамды үтікке салып алам. Үтікке бастырып алдым оюымды. Осылай бастырып алдым. Енді дәл осылай екіншісінде бастырып алатын боламын.
осылай оюымды içine жабыстырып алдым. Енді бұны Oy. Енді бұны чет-четini тігіп шығатын боламын. Зигзагпен. Тікеге осындай жіп алдым. Арнайы жіп, бұл әр түрлі шет беретін. Енді осы жіпті сабақтап аламын. Машинаға. Енді бағана жабыстырып алған оюымды тігіп шығатын боламыз. Оны асықпай отырып тігетін боламыз. Ара қарсы кішірейтем. Асықпай отырып тігіп шығамыз.